Сәлем сіздермен казахский тигр шай ішіп жайғасып отырыңыздар. Ал біз бастаймыз. Менің каналыма подписка және де лайк. Фильмнің атауы Виктор Франкенштейн. Біз бастаймыз. Кеттік. Фильм 18-19 ғасырда болып отқан циркта. Нау алдарымызда Гарпун деген жігіт. Бұл бала цирктан шықпаған мүлдем. Бұл бала бәрін естіп жағдайын айтып жатыр. Нау өзінің махаббаты Лорелеяны көріп тұр. Бұл жігіт жаңағы анатомиямен қызығады екен, анатомиямен айналысады, адамның қан тамырының жүрек қағысын, жаңағы циркта коллегаларына да емдеп көмектескен екен бұл жігіт. Медик екен. Лорелея циркта отқанда құлап түседі, эфир көрсетіп жатқанда. Сол көзі құлап түскенде жаңағы жүгіріп келеді Гарпун медицинаны білген соң ұрыққап анау кеудесінен дем алғызады. Сосын әйел қайтадан өмірге тірі қайта келеді. Студент университеттің медицинский. Сол қызығады жігіт, мен сені алып кетейін, қайтесің, бұл жерде болма дейді. Оны естіп қойған бастығы ұрып тепкілей бастайды жігіт. Сосын медицинский дәптерін алып алады да неге тық қояды. Сосын жігіт освобождать етеді, студент жаңағы. Шығарып, екеуі бірге қашып жатқан кезде бәрі лапылдап жанып, сол кезде бір циркач өле кетеді. Ол өліп қалады. Екеуі бірнеше қашып жөнеледі. Екеуі бірге достаса бастайды. Гарпун айтады, мен басқа жерде болмаппын деп. Анау медиктен қорқа бастайды Гарпун. Қорқып, сосын жүгіріп кеп медицинский аппаратымен жүгіріп кеп жаңағы арқасында бұның не екен жаңағы су жиналып қалған ғой, содан арқасы сөйтіп дәу болып жүре алмайды. Сосын корсетін кигізіп, өзінің қайтадан белін түзетеді. Түзеліп жүре бастайды. Сосын жігітке ат қояды. Сенің атың енді басқаша болады деп. Жаңағы инспектор зерттеп жүр, не болды, кім өлді деп жаңағы екеуін розысқа подавать ете бастайды. Жаңағы Виктор мен Игорь деп ат қояды жаңағы Гарпунға. Сосын екеуін іздеп развешивать етіп қояды. Игорьге хат жазып кетеді жаңағы дәрігер, медик. Осылай барып шыға бер, осылай зерттеп кел. Бұл қаланы көріп, мәз болып жаңағы несіне барады, құлап қалған Лорелеяға. Оны қарап, не болды, тірі ма, тірі емес па деп қарап келатқанда жаңағы фотоларын көреді. Екеуінің суреттерін, одан қорқып кеткен жаңағы Игорь құлайық қалады. Сосын жаңағы медикқа түсіндіре бастайды Викторға. Осындайда жағдай, бізді осындай розысқа объявлять етті, сен қорықпа деп оны уата бастайды. Екеуміз қазір эксперимент жасаймыз, новый проекттарымыз бар деп анаған проектісін көрсете бастайды. Оны көрген Игорь таңғала бастайды. Игорьге көрсеткен, қара, неге бұл тірі деп. Сен ақылдысың ғой деп таңғалады. Екеуі де мықты екен. Сосын жаңағы Лорелеяны басқа еркекпен көреді, басқа любовнигі ма еркегі бар екен. Оны көріп мәз болады, жарайды, болсыншы деп. Сосын бір неге барады, праздникке барғанда кімді көріп қалады, Игорь Лорелеяны. Ол да осы жерде жүр екен. Сосын жаңағы Лорелея таниды, бұл бұрынғы Гарпун екен. Сосын екеуі танысып сөйлей бастайды, күліп, мәңгіме шай жемін айтып, бір-бірін құшақтай бискеп. Сонда Викторды көреді. Виктор жын сияқты қайтып келеді. Бәрі әңгімелесіп сөйлесіп жатқанда қыз қайта Виктордың атын айтамайды екен. Сосын Виктор айтады, қызды ақымақ, образованный емес, бұны қайтесін тастап кет деп. Екеуі не істеп жатады, сосын шын проектісін көрсетеді, сюрприз бұл деп. Міне Игорь, сен екеуміздің дайындаған проектіміз деп. Маймыл, осыны университетке барып көрсетейік дейді. Осы гомункулымызды. Бәрі көрсін біз не істегенімізді, не шығарғанымызды дейді. Не болады онда дейді. Басы медицинский университетке барады екеуі. Медицинский университетке барып, елдер көрсетеді, паш, міне қараңыздар, біздің паш дүниеміз деп. Бірақ елдер таңғалмайды, одан жеркенеді, мусор ғой деп. Сосын одан жаңағы тірле кетеді, маймыл бәріне атака жасап, Лорелеяға тиісіп, қашып, бір сұмдық бірақ ұстайды бір несе. Оны ұнатып қалады, не. Мен сендер спонсировать етем дейді, бай Фелиган деген. Сол кезде екеуі ұрсып қалады, неге менімен келіспейсің, мен саған көмектестім ғой дейді, менімен барсашы деп. Екеуі ұрсып қалады. Сосын инспектор зерттеп мыналардың үйіне келеді. Бізде ордер бар деп алдайды. Бірақ Фелиган біліп қояды, бұларда ордер жоқ екен, обысқа өткен доказательстволар жоқ екен. Сосын инспектор кетеді үйінен Виктордың. Сосын кіммен Лорелеясымен кездеседі Игорь. Екеуі әңгімелесіп, маймылдың көзінде тірі жан жоқ қой, не сұмдық, монстрдан құтылу керек қой деп әңгімесін айтады. Сосын кімнің папасы, жаңағы Виктор Франкенштейннің. Виктор жаңағы дайындалып жатқанда Игорь деп ойлап қалады. Қарасы әкесі екен. Сен не бүлдірдің? Не сұмдық болып жатыр? Сен кімсің бұл? Күледі. Екеуі айғайласып, әкесі ұрып онымен ұрысып төбелесіп, настроениесі түсіп, оны жаңағы Игорь байқамағансып өтірік проекттар предлагать ете бастайды. Давай бүйтейік деп. Осындайда проекті бар, осыны жасап шығарайық дейді. Екеуі проектті ойымдастырып, жасап, мына жерге дем болмаған соң жаңағы маймыл өліп қалды деп түсіндіре бастайды. Екеуі проект жасап, мәз болып, жаңағы қыз бен балға жібереді Виктор Игорьді. Сосын екеуі билеп, бір-бірін атып, құшақтап, шай жемнің темасын айтып, бір-біріне сезімін білдіріп,
осы мәз болып қайтып бара жатқанда довольный болып жаңағы кімді көріп қалады, инспекторларды үйіне кірейін деп жатқан. Сол кезде черный входтан Игорь кіріп кетеді. Игорь жаңағы досына көмектесіп жатыр. Мынау атам дейді, сендердің көздерін жоям дейді. Сендер кімсіңдер деп екеуі соғысып жатқанда ана қолын шайналып қалады ненің ішіне, аппараттың ішіне. Сосын екеуі қашып кетеді, жаңағы кім? Игорь мен Виктор Франкенштейн. Екеуі қашып жөнеледі, жаңағы шамасы жоқ. Сосын Фелиганның үйіне келеді. Фелиган айтады, сендер мені Шотландиядағы үйіме барсаңдаршы деп. Мына жерде сендерді ұстап алады деп. Сосын жаңағы Игорь келіспейді, мен бармаймын сенімен дейді. Виктор өзі кетіп қалады. Сосын Фелиган анау Игорьдің керек емес екенін біліп оны суға лақтырып жібереді. Судан өліп қалды ма дегенде жоқ, тірі қалады екен Игорь. Сосын жаңағы инспектор жағдай түсіндіре бастайды, не болды, осындай сұмдық небір бәлелерді ұстау керек деп. Сосын жаңағы любовницасының үйінде, анау Ларелия атып қалған қыздың үйінде шығады. Давай біз барайық анаға, не болса да деп екеуі жөнеледі жолға. Жолға жөнеліп, Игорьдің жаңағы Шотландиядағы замогына кіріп, жаңағы не істеп жатқандарын көреді. Эксперимент жасап бір несен тірілтейін деп жатыр екен. Оны көрген Виктор қуанып, досым мен поддержка жасауға келдім ба деп ойлайды екен. Сосын Фелиган екеуін өлтіргім келеді, ол проектті тоқтат деп айтады. Сосын анау тірілдіреді анау мутантты. Мутант тіріліп жақсы бола ма дегенде ол бәрін құртып, шайқасып, ұра бастайды. Ананы былай көрсеткізеді, мынаны былай көрсеткізеді. Сосын екеуі қорып, не істейміз деп ойлана бастайды. Сосын жаңағы ананы ұрып, алдап, бірнесе тоққа салып, өлтіру амалын іздей бастайды. Сол кезде жаңағы ананы ұрып ұйықтатып тастайды. Сосын өзінің хозяйының қолынан өледі. Таңертең қараса Виктор кет қапты. Хат жазып кетті. Сендер бақытты болыңдар, екеуін өздерін маған бірақ көмектесем десең, мені қалай табу жолын білесің дейді. Осымен фильміміз аяқталды. Сіздермен болған Казахский тигр каналыма жазылыңыздар, подписка және де лайк.